Мінекей бұйырса осындай қойдың қабырғасынан жасайын деп жатырмын. Мінекей осыны пісіріп көреміз. Эксперимент дайын болып қалды. Бұйырса қазір 600 градус түсіп тұр енді. Пока қызып қатты от жағып жатырмын ғой. Ал мінекей бұйырса қызыл бұрыш пен қара бұрышты араластырып бетіне жағып тастадым. Бұл тұзды алған ғой. Тұзды алған қойын еті болғаннан кейін сондай болып тұр. О, қазір көміріміз қызып жатыр. Біраз минуттан кейін саламыз. Мінекей бұйыртса қабырғамыз осындай. Мына жағына қойдың көрдеугін бірге капсит етіп алайын деп жатырмын. Мінекей осындай достар. Лайк басып қолдап қойыңдар енді. Мына жаққа көмір салып қоямыз. Ал бұйыртса енді қазір фольгаға салып аламыз да. Фольгамен қаптап тағы да 1 сағатқа қоямыз. Осындай қабырғаға, қойдың қабырғасы осындай керечі. Ал бұйыртса сол әлі істеп жатырмыз. Фольгаға орап қойдым. 1,5 сағат каптис етті. Енді ошым неге салып қойдым жаңағы. Фольгамен орап қойдым. Кашке ғой.